Мен номер 15 орта мектебінің 7-ші В сыныбы оқушысы Мусакаева Жадыра. Тақырыбым атадан қалған асыл мұра өрмек тоқу өнері. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында дәстүр және ғұрып жобасы биылғы жылы іске қосылды. Осы жоба аясында мен өз жұмысымды ұсынамын. Жобамның мақсаты қасиетті қазақ халқының салт дәстүрлері мен қазыналы тарихын терең ойлап, халқымыздың ұмытылып бара жатқан өрмек тоқу өнерін жаңғырту және ежелден келе жатқан қолөнер дәстүрлері арқылы жаңа заманауи түр бере отырып, жастар арасына насихаттау. Жобамның міндеті қазақ халқының күнделікті тұрмысқа қолданылып келген өрмек тоқу өнерін білу. Екінші, өрмек тоқу туралы мәліметтер беру. Үшінші, өрмек тоқу технологиясын орындалу жолдарын талдау жасау. Жобамның болжамы өрмек тоқу өнерінің ескі технологиясын түрлендіріп жаңарту. Нәтижесі, жобамның кезеңдері. Бірінші, өзім таңдап зерттегелі жатқан тақырыппен танысу. Екінші, өрмек тоқу қолөнері жайлы мәліметтер жинау және өрмек тоқуды үйрену. Үшінші, жинаған жұмысымды зерделеп, жүйелеу, өрмек тоқуды технологиясын меңгеру. Міне осылай істейді. Бұрынғы кезде әжелеріміз өрмек тоқу үшін өздерінің қолындағы бар 4 түлік малының жүнін пайдаланған. Өрмек құру үшін үйдің алдында, үлкен аулада қазықтар қағып, керекті шамадағы жіптермен өрмекті жүгіртіп, үйдің ішінде белгілі бір жерге орнатып, апталап, айлап, қиындығына қарай жылдап тоқитын болған. Мен осы өрмек тоқу өнері жайлы әжелеріміздің қолынан шыққан түрлі бау, басқұрларға қарап, өзім қызығушылығым артты. Өрмек тоқудың жаңа заманауи ыңғайлы тәсілі. Мен өзімнің ғылыми жетекшіммен бірге көп іздену нәтижесінде өрмек тоқудың тиімді әрі ыңғайлы тәсілін таптым. Өрмек тоқу өнерінің тиімді әрі ыңғайлы тәсілі құрылғыны пайдаландым. Ең алдымен осылай міне қақпа өрнегі. Осылай мынау міне арқау жібі көріп тұрғандай, мынау терме ағашы, бұл адарғы және бұл қылыш. Түрлі түсті жіптерді пайдалануға да болады. Өзімнің ғылыми жетекшіммен бірге осындай әдемі тоқыдым. Бұны біз бау жасауға да болады, сөмкеге белбеу де тағуға болады. Бұл өте әдемі көрінеді. Бұл ақ түкті басқұр. Бұны міне мұндай оюлары бар. Бұны жіптермен істеуге де болады. Мен қазір қақпа өрнегін тоқып жатырмын. Ең алдымен арқау жіптердің арасынан өткіземіз, сосын қылышпен қағамыз. Содан кейін адарғыны көтеру арқылы жіптер асты үстіне, үсті астына болып табылады. Содан кейін қайтадан қылышпен қағамыз. Тағы да арқау жібін өткіземіз. Сосын осы жіптерді күзеу жіпті көтеру арқылы мен осылай қолмен асты үстіне, үсті астыға келіп табылады. Мен оны екі жаққа бөліп қойдым. Мінекей видеодағыдай оңай болу үшін маған. Және содан кейін қылышты алып осылай қағамыз. Сонда бізде әдемі өрнек пайда болады. Өрмек тоқуға дайындау жіпті жүгіру кезеңі. Таңғыш 7 немесе 14 жіптен құрылған өрмек, терме өрмек, қошқар мүйіз өрнегі, міне көріп отырғандарыңыздай, қошқар мүйіз өрнегі. Түрлі түсті жіптен құрылған қақпа өрнегі, міне бұл 6 түсті жіптен құрылған 5-6 сағат тоқуға болады. Түкті ақ басқұр, түрлі түсті жіптерден ою өрнек салып тоқиды. Міне бұл менің тоқыған кезеңдерім. Жобамның қорытындысы шебер сыныптар өткізу, ата-аналар мен оқушылар насихаттау, мектепте ұлттық өнерді дамытудың тиімді жолын ұсыну. Бұл өрмек тоқу оқушылар сабырлықты ойлануға, тәрбиеге баулайды. Жылдамдыққа, шапшаңдылыққа және алғырлыққа тәрбиелейді. Жобамның ұсынысы. Менің ұсынысым. Бірінші, өрмек тоқудың тиімді технологиясын жастарға үйрету және ата-аналар арасында насихаттау. Екінші, мектепте үйірме ашу, оқушыларды баулу. Үшінші, қала деңгейінде оқушыларды тарту. Төртінші, оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруда өрмек құрылғысын насихаттау. Жобаның жүзеге асыру кезеңдерін өздеріңіз көріп отырсыздар. Өрмек тоқуға қызығушылығыңыз болса, мына нөмірге хабарласыңыз. Мына жақта көрсетіліп тұр. Назарларыңызға рахмет.